Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен библиографиялық әліппе жобасының қорытынды санында кездескеніме қуаныштымын. Жоба аясында сіздерге бір жыл бойы библиография термині, оның адам өміріндегі пайдасы, кітапхана саласында қызметі туралы көптеген ақпараттар берді. Ал бүгінгі сабағымызда біз сіздерге кітапханалардың жыл сайынғы құрастырып шығаратын күнтізбелер туралы айтатын боламыз. Ақпараттық библиография бөлімінің негізгі қызметі ақпарат беру болып табылғандықтан, аталған бөлім жыл сайын Қазақстанның, алыс жақын шетелдердің, Жамбыл облысының мерейтойы иелері мен атаулы күндеріне арналған күнтізбелерді құрастырып шығарады. Күнтізбелердің әдебиеттерді насихаттауда, көрнекті даталар мен мерейтой иелерін танымалдандыруда рөлі ерекше. Күнтізбеге мемлекеттік мерекелер, кәсіби мерекелер, Қазақстанның мерейтой иелері, айы күні белгісіз даталары, Жамбыл облысының мерейтой иелері, кітап мерейтойлары, сонымен қатар алыс жақын шетелдердің мерейтой иелері енгізіледі. Күнтізбелер негізінен мәдениет саласының қызметкерлеріне, білім саласының қызметкерлеріне, жалпы айтқанда бүкіл ұлттар қауымына арналады.